Сәлем достарым, өте дәмді қуырылған балықтың мәзірін білгілеріңіз келсе, арнадан ажырамаңыздар. Сонымен балыққа кіріспес бұрын картопты отқа қоямыз. Бүгінгі қуырылатын балығымыз Ұлытау өңірінде ауланған кішігірім 2 сазан балығы. Жалпы бұл балықтардың ең ірісі 30 келіге дейін тартады дейді. Сонымен достар, біз қазір балықтың ұшу қанаттарын алып тастаймыз, сонымен қатар желбезектерін және құйрықтарын кесіп аламыз. Мына жерге менің мысығым да келіп қалды балықтың исіне. Мен оған осы балықтың шыққан желбезектерін беремін. Бүгін онда той. Мінекей, мынау сазан балықтың желбезегі, осы арқылы бұл тыныс алады. Абайлап ұстамаса бұның өзі тікенекті. Ақтамақ, кес. Ал достар, біз бағытымызға оралайық. Көз алдарыңызда толық тазаланған сазан балығы. Біздің келесі қадамымыз осы балықты қуыруға ыңғайлы етіп, бөлшектеп турау. Турау барысында мен сіздерге осы балық жайлы қысқаша ақпарат бере кетейін. Сазан балығы тұқы тұқымдасына жататын ірі жыртқыш балықтардың бірі болып табылады. Құрамында В12 дәрумені бар. Сондай-ақ күкірт, йод, кобальт, фосфор, мырыш, хром сияқты минералдар бар екен. Тағам жеңіл қорытылады, сондай-ақ миға, шырышты қабыққа, жүйке жүйесіне, теріге, ас қорыту жүйелерінің қалыпты дұрыс жұмыс істеуіне өз әсерін тигізеді екен. Сондай-ақ қан құрамындағы қант деңгейін бір қалыпты ұстауға көмектеседі дейді мамандар. Ал достар, келесі қадам тұздау. Балықты жақсылап тұз сеуіп, оны араластырып, тұзын сіңдіру үшін 20 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта біз піскен балықтың бетіне құюға қоспа дайындаймыз. Ол үшін 2 пиязды аламыз. Оны сондай майда емес, қатты ірі де емес, орташа етіп тураймыз. Ұрмай соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады деген жұмбақтың шешуі не екен? Осының шешуін тапқан адамның комментарийін закрепленеге қоям. Жалпы пияз бұл да өте пайдалы көкөністің бірі. Табиғи антибиотик. Адам тұмаумен ауырған кезде қабығын ашып жай ғана бөлмеге қойып қойса, ол да бір сондай өзінің емдік әсерін тигізеді. Достар, мінекей картопымыз да дайын болды. Бұл жалпы гарнирге. Ал достар, қызып тұрған табаға біз балығымызды қуыруды бастаймыз. Мен бірінші балықты жай ғана ұнға ұнатып алдым, ал келесі балықтарды кепкен нанның ұнтағымен араластырдым. Көз алдарыңызда кепкен нанның ұнтағына ұнатылған балықтар. Сондай-ақ арасында мен жаңағы туралған пияздарға қара бұрыш сеуіп, оны да маринадтап қойдым. Қазір осы балықтарды пісіріп алған соң, артынша ол пиязды да қуырып аламын. Балықтар өте әдемі пісіп жатыр. Қызарғаннан кейін келесі бетіне ауыстырып қоямыз. Балықтың бір жағы шамамен 5 минуттай піседі. Балыққа тұз сіңіп жатқан кезде мен картопымды тазалап үлгергенмін. Енді осыны әдемілеп бір келгетіп тураймын. Ал достарым, мінекей балығым да пісті. Жайлап әдемілеп аламыз. Сондай жұмсақ, сондай керемет болып пісіп жатыр. Және айта кететін бір жайт, балықты пісіру барысында оттың деңгейі максималдыдан кішкене төмен болу керек. Мінекей достар, қызып тұрған табаға мен пиязды қуыруға кірістім. Бұл пияз жалпы барлығы дайын болғанда балықтың бетіне себіледі, жаңа айтып өттім оны. Мінекей достар, пиязымыз дайын, енді мұны бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Піскен пияздың
Түрі де сондай әдемі, алтын түске боялды. Мінекей соңғы этап. Жайпақ табаққа картопты турап қоямыз. Оның бетіне балықтарды орналастырамыз. Балық сондай жұмсақ, әдемі, сондай бір керемет болып тұр. Оның үстіне қуырылған пиязды салдық, аскөктермен әрледік. Қандай керемет балық дайын болды. Бұның дәмі де өте тамаша болды. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назар салып қарағандарыңызға мыңда бір алғыс. Сіздермен бірге өмір тамаша арнасы Айнұр Бектасқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.